Барлықтарыңыз сәлем, сіздермен бірге Абдетайжан, заңгер. Бүгін сіздермен нарықта болып жатқан, нарықта жіберіліп жатқан 5 кәсіпкерлердің қатесі туралы айтатын боламыз. Ол қателер жібергеннен кейін көбісі бизнесін, ақшасын бәрін жоғалтып жатыр. Міндетті түрде менің каналыма жазылып кетіңіздер. Менің каналымда бизнес туралы, юриспруденция, заң саласындағы жаңалықтар туралы айтатын боламыз. Ең бірінші кәсіпкерлердің жіберіп жатқан қателіктері товардың знак брендке байланысты. Олар не істеп жатыр? Рынокқа жаңа идея, күшті проектпен келеді, популярность барлығын жасайды. Определенный точка ростаға келген кезде оларда непонятный конкурент пайда болады. Оларға претензия келеді. Не туралы? Сіз біздің авторлық құқығымызды, интеллектуалдық құқығымызды бұзып жатырсыз деген. Яғни, сіз компанияңызды ашқан кезде күшті ат придумать еттіңіз. Адамның бәрі сол атқа келеді, үйренеді, сол брендке привязка жасалады. И через время сіздің конкурентіңіз алады да, сол атты товардың знак ретінде регистрация жасап алады. Сіз на пике популярности болған кезде, олар сіздің атыңызды алып қояды, претензия жібереді, и олар, по сути, заң бойынша толықтай құқықтары бар. Они правы. Яғни, заң бойынша тауарлық белгіні, товардың знакты кім бірінші регистрация алады, сол бренд, компанияның проектінің атауы сол адамда қалады. Ондай болмас үшін не істеу керек? Сіз өз кәсібіңізді ашып жатырсыз, жаңа проектпен рынокқа кіріп жатырсыз, сіз сразу проекттің атын юристке жібересіз. Бізге жібересіз, біз оны толықтай тексереміз. Ондай атпен тіркелген кәсіп бар ма? Сіздің нишаларыңыз, сататын услуга, товарларыңыз бір-біріне ұқсайды ма, ұқсамайды ма? Тек қана бос болған жағдайда сразу регистрацияға беріп тастау керек. Көп опытный кәсіпкерлер идея келген кезде патентке жіберіп қояды. Содан кейін ғана олар брендбук жасайды, содан кейін ғана олар тауар сатып алады, запускың бәрі потом болады. Тауарлық белгі брендтің атын ең бірінші заңдастырып қою керек. Бұл официально мошеннический схема болып табылады. Яғни олар рынокта наблюдать етіп отырады, ең күшті болып жатқан проекттардың аттарын өздеріне рәсімдеп алады, содан кейін сізден не сұрайды? Әрине денежный компенсация сұрайды. То есть 15 миллион, 20 миллион, 50 миллионға дейін, одан да көп ақшаларға олар компенсация сұрайды. Егер сол ақшаны берсең, біз сізге переуступка жасап береміз. Егер бермесеңіз, полностью ребрендинг жасаңыз деген ұсыныспен шығады. Оның барлығы тонко, юридически грамотно жасалады, сіз оларды мошенник деп айта алмайсыз заң бойынша. И сіз не істейсіз? Сіз полностью қайтадан жаңа название придумать етесіз, жаңа брендинг, жаңа Инстаграм, бәрін с нуля бастайсыз. Осындай ситуация болмас үшін, осы видеодан кейін міндетті түрде тауарлық белгіні жасап алыңыз, ал оны біздің команда жасайды. Ал енді нарықта болып жатқан екінші қателіктер кәсіпкерлер жақтан. Ол Каспий магазин, Каспий банктың арендасына байланысты. Біз бәріміз білеміз, бизнес ашқанда Каспийден счет ашамыз, через время сіз QR арқылы көптеген платеждар жасағаннан кейін сізге Каспий привилегия береді. Сізге Каспий Редке доступ береді, Каспий 0012, 0024 өздерінің программаларына доступ береді. Ол көбісіне сразу ашылмайды. Сізге рандомный адам сіздің окружениеңізда немесе определенный чаттар бар екен, чаттардан жазады. Сіздің ипіңізда осындай 0012, 0024 болатын болса, давайте сіз бізге арендаға бере тұрыңыз, біз сізге каждый оплатадан 20%, 30% комиссия береміз деп. Казалось бы, все нормально, но через время не болады. Через время сіз өзіңіздің Каспийіңізге доступ бересіз, олар оплаталардың бәрін сіздің Каспийіңізбен өткізеді, и бір айдан кейін клиенттен претензия келеді. Көп жағдайда кәсіпкердің счеттарын, Каспий счеттарын бәрін блокқа қояды. Екіншіден клиенттен претензия келеді. Ол не істейді? Сізге келіп Каспийіңізді арендаға алған адам оплатаның бәрін қабылдайды, бірақ тауарды жеткізбейді. Тауар, по сути, жоқ, ол кәсіпкер емес, ол адамдарды алдап кетті, бірақ заң алдында, мемлекет алдында, клиенттің алдында, банктың алдында тек қана сіз жауап бересіз. Өйткені оплата сіздің ипіңіздің, сіздің счетыңыздан өтті. Яғни клиентке тауар қарызсыз, сіз еще счетыңызды бердіңіз, Каспий банкқа жалоба түскендіктен сіздің счетыңызды, Каспийіңізді блокқа қойып қойды. Сіздің бүкіл магазиндарыңыз 0012 деген сияқты программаларға доступтары жабылды. Осының барлығы не үшін? Сіз біреуге өзіңіздің ипіңізді арендаға бергеніңіз үшін. Заң бойынша ИП деген ол тек қана сіз, жеке тұлға, сізге ғана привязанный.
оны арендаға, счетқа доступ немесе керек емес түсініксіз оплаталар өткізудің қажеті жоқ. Біріншіден сіз налоговойдың артында жауап бересіз, екіншіден банктың, үшіншіден оплатаны алған клиенттің алдында тек қана сіз жауап бересіз. Сол себепті Каспиіңізді, ИПіңізді ешкімге арендаға бермеңіз. Үшінші, нарықта болып жатқан қателік. Ол договор аренда арқылы. Например, сіз общепит, немесе образовательный центр, садик деген сияқты бизнес аштыңыз. Сіз договор арендаға отырасыз, күшті локация подбирать етесіз, и сол локацияны продвигать ету үшін көптеген ақша жұмсайсыз. Сіздің сол, мысалы, кофейня ашатын болсаңыз, сол кофейняға адамның бәрі үйренеді, и 2 жылдан кейін сізді жаңағы арендаға беріп отырған адам помещениеден қуып шығады. Неге? Ол өзі тура сондай кофейня ашады, кофейняның атын кішкене өзгертеді, и сіз еш нәрсе жасай алмайсыз. Бұндай схемалар именно общепитта, образовательный центр, садиктарда өте көп. Өйткені адамдар ыңғайлы локацияға үйренеді, и через время оларға без разницы, оның артында кім тұрғаны көбінесе еді, и олар сол локацияға привязанный болып қалып қалады. Бұндай жағдай болмас үшін не істеу керек? Сізге договор аренды заключать ететін кезде юристпен бірге заключать ету керек. Сіздің қолыңызға берген типовой шаблонный договор арендайды оқымай, қол қоя салмай, барлық моменттеріне мән беру керек. Сіз қандай сроққа заключать етіп жатсыз? Конкуренция бойынша условия бар ма? Ремонт жасағаныңыз компенсироваться етіледі ма? Нені алып кете аласыз, нені алып кете алмайсыз? Сондай моменттің барлығын детально жазсаңыз, сіздің рисктарыңызды юрист заранее көріп айта алады. Төртінші қате. Бұл да өте актуальны, өте қарапайым халықтың, кәсіпкерлердің ортасында көп қайталанып жатыр. Бізде бұл ситуация біздің клиентімізға минус 50 миллион алып келді. Не болды? Досы. Негізі көбінесе біздің алыс адамдардан емес, біздің таныстарымыздың, достарымыздың ортасымыздан шығады. Кәсіпкерге досы келіп айтады: мен осындай бизнес кредит алып жатырмын, новый направленияға. Менде кішкене созаемщик болуға ақша жетпей жатыр, залогқа. Сен маған гарант болшы деп. Ол досы ойында еш нәрсе жоқ, өйткені вроде бизнесі бар, вроде ровно жүретін өзінің досы. И гарант болуға келісім береді, банкқа барып бүкіл документтерге қол қояды, и через время ол досын таппай қалады. Бизнес кредит та жоқ, ақша да жоқ, еш нәрсе жоқ. Банктың алдында жауапкершілікті жаңағы гарант болған кәсіпкер алады. И жаңағы 50 миллион кредитті, по сути, досының басына іліп кетеді. Тура осы да мошеннический схеманың бірі. Кез келген шешім қабылдайтын алдында қаражат болсын, кәсіп болсын, басқа нәрсе болсын, юристпен ақылдасып, хотя бы қандай последствия, минус плюстары барын консультация арқылы білуге болады. Кез келген документке қол қоятын алдында обязательно оқып, тексеріп, юристтен кеңес алыңыз. Бесінші қателік – ол бизнес-партнерство бойынша. Екі досы бизнес ашамыз дейді. Бір досы госслужбада жұмыс жасайды, ол айтады: маған светиться нельзя. Мен официально ол жаққа кірмеймін, договор еш нәрсе керек емес. На правах дружбы мен саған полностью доверяю, өзің бастап жасай бер, мен саған ақша берем, инвестор боламын дейді. А екінші адам полностью бизнесті жүргізуге, прибыльға шығаруға, операционный моментіне толықтай жауапкершілік алады. Бірақ устно договор жоқ. Олардың ситуациясында не болады? Через время бизнес миллиондық, миллиардтық обороттарға жеткен кезде уже формальность, устной договоренностьтің бәрі заңдық күші жоқ. Ол айтады: бизнесқа сен қатысың жоқ, бұл мен 100% менің бизнесім дейді. Ал екінші инвестор болған госслужбадағы досы еш нәрсе доказать ете алмайды. Неге? Өйткені договор жоқ, договор займа жоқ, ақшаны наличкамен передавать еткен, фиксация жоқ, екеуіне ТО ашылған жоқ. То есть, по сути, бүкіл бизнес жаңағы екінші мошенник досының ипісімен жүргізіліп отыр. И заң алдында сотқа барса да, прокуратураға барса да, РУВД-ға барса да, оның бизнесқа ешқандай қатысы жоқ. И өз-өзін ешқандай рисктардан страховать етпеген. Бұл жағдайда не істеуге болатын еді? Хотя бы ол адам берген ақшасын нотариусқа барып, договор займа немесе распискамен оформлять етсе, оның бизнесқа долясына правасы болмаса да,
өзінің ақшасын қайтарып алуға мүмкіндік болатын еді. Но, конечно же, можно все прозрачно бәрін оформлять етуге болады управленческий договорлармен. Сол себепті кез келген шешім қабылдайтын алдында тағы да айтамын, юристтен кеңес алыңыз. Мен бүгін айтып кеткен 5 қателіктен бөлек бізде нарықта өте көп схемалар бар. Соларды жіберіп алмас үшін, біліміңізді арттыру үшін менің каналыма жазылып кетіңіз, обязательно лайк, комментарий қоюды ұмытпаңыз. Ал егер сізде осыған ұқсайтын сұрақтарыңыз болатын болса, ситуация кейстарыңыз болатын болса, комментарийға жазып кетіңіз. Мүмкін біз оларға разбор жасап, отдельный выпуск түсіреміз.